Қадыр түні. Қадыр түні барлық періштелер жер бетіне түседі. Қадыр түнін жобалап аламыз осы күн екен деп. Бірақ шын мәнінде нақты қай күн екенін бір Алла біледі. Десе де халықтың ниетіне қарай оразаның соңғы 10 күннің ішінде, оның ішінде тақ күндердің ішінде, оның ішінде бүгінгі күнді Қадыр түні деп алатын болсақ, бар білген дұғаңызды, қалаған тіліңізде оқи беріңіз. Бар арманыңызды жаратқанға айтыңыздар. Өйткені Алла бұл менен сырласатын түн бүгін. Қадыр түні, құдірет түні, тағдыр түні, келешек өмір түні. Десе де Мұхаммед пайғамбарымыз өзі үйреткен дұғасы бар. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афуа фа'фу анни. Я Аллахым, жаратушы ием, сен кешірімдісің, жомартсың, кешіргенді жақсы көресің. Ендеше мені кешірші деген дұға. Сондықтан барша адам осыны айтып, перзентімен айтып, сыбырлап айтып, отырып айтып,